Пен айтса болады деген бұл нәрсеге. Ла ядхулул жанната ман кана фи қалбихи мисқалу хаббатин мин кибр. Кімнің жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болатын болса, ол адам жәннатқа кірмейді деген. Міне мұсылманды менсінбеуі, өзінен төмен санау деген осы тәкаппарлық қалып келеді. Тәкаппарлықтан туындаған нәрсе. Бұл тәкаппарлық неден болуы мүмкін? Біріншісі адамның бай болуы. Бай болғандықтан адам басқа адамдарды менсінбеуі мүмкін. Екіншісі өзінің әдемі болғандығынан, сұлулығына сенуі мүмкін. Бұл әйел кісілерде көп болады. Әйел кісілер өзінің сұлулығына сеніп басқа адамдарды менсінбей тәкаппарлануы мүмкін. Жасының үлкендігі. Жасы үлкен кісі жастарды немесе өзінен жасы кіші адамдарды менсінбеуі мүмкін. Менің жасым үлкен, бұлар білімді болып қалып па деген сияқты пікірлер айтуы мүмкін. Одан кейінгісі біліміне сену мүмкін адам. Адам әркім өзінің біліміне сенетін болса, сол білімі бұны тәкаппарлыққа алып барады. Тек қана мен білем деген сияқты пікірде болса. Одан кейін күшті болуы. Күшті адам ешқашан әлсізді және басқа адамдарды менсінбеген емес. Міне бұл нәрселер адам тәкаппарлыққа алып баратын. Және тағы бір түрі бар, текті болу. Бір адам өзінің тегіне сенетін болса, мен ақсүйекпін, мен басқалардамын, үлкенмін десе, өзін адам осы жолдармен тәкаппарлыққа барады. Бұл тәкаппарлық ешқашан адамды жақсылыққа жеткізбейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде: «Инна Аллаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум». Алла тағала сендердің түрлеріңе және дене бітімдеріңе қарамайды, ол сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды деген. Адамның тақуалығы жүрегінде, шынайы ынық ықыласпен істелген істің баршасы адам тақуалыққа жеткізіп отырады. Міне тақуалық көкіректе болатындығынан. Тіпті мына біздің үлкен ғалымдарымыз бұрынғы әдеп жайлы кітап жазған уақытында өте әдептің керек екендігін жазады. Тіпті дәретханаларда қыблаға қаратып соқпау керек екендігі, аяқты қыблаға қарай созбау керек екендігін, тіпті керек болатын болса кішкентай балаларды, сәбиді тосқан уақытта қыблаға қаратпау керек екендігін айтқан. Оның баршасы бізде ислам әдептерінен. Және хадистің жалғасында: «Күллу муслимин аля муслимин харам, дамуху ва малуху ва ирдуху». Әрбір мұсылманның екінші мұсылманға малы, қаны және ар-намысы харам деген. Яғни сіз біреудің басқа бір мұсылманның қанын ағыза алмайсыз, малын жей алмайсыз арам жолмен, және оның ар-намысына тиісе алмайсыз. Бұл нәрсе сізге харам етілген істерден. Яхя ибн Муаз ар-Рази айтады: «Лиякун хаззул муъмини минка саласатун». Муъминнің сенде үш түрлі ақысы, үш түрлі үлесі болсын дейді. «Иллам танфаху фала тадурраху». Бір мұсылманға пайдаң тигізе алмасаң, онда зияның тигізбе дейді. «Ва иллам туфарриху фала тагуммаху». Біреуді қуандыра алмайтын болсаң, онда оны қайғыртпа деген. Үшіншісі: «Ва иллам тамдаху фала тазуммаху». Егер оны мақтай алмасаң, онда жамандама деген. Бұл деген сөз әрбір мұсылманның ұстанымы осындай болу керек. Біреуге пайдасын тигізе алмаса, ешқашан зиян тигізбей, тілін тигізбей жүру керек екен деген. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.